Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бірінші сынып жаратылыстану пәніне қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы жыл мезгілдері жануарларға қалай әсер етеді? Бүгінгі сабақта жануарлардың жыл мезгілдерінің ауысуына қалай дайындалатынын білесің. Сабақта қолданылатын тірек сөздер: қоныс аудару, ұйқыға кету. Алдымен жыл мезгілдерін еске түсірейік. Көктем, жаз, күз, қыс. Жарайсыңдар. Әрбір жыл мезгілдерінің өзіне тән ерекшеліктері болады. Жануарлар жыл мезгілдерінің ерекшеліктеріне қарай бейімделіп отырады. Қыста жануарларда түрлі өзгерістер болады. Жыл құстары: шұбар-шымшық, бұлдырық, сарайдар үйрек, көк шымшық, тырна. Күзде жыл құстары жылу іздеп және қорек іздеп жылы жаққа ұшып кетеді. Себебі қыста оларға азық жетіспейді. Осы суреттің ішінде қай құс артық? Дұрыс, көк шымшық. Көк шымшық шағын денелі, жоны жасылдау, көкшіл. Ол өз мекенін ауыстырмай, өзі қыстап қалады. Яғни жылы жаққа ұшпайтын құс. Орман жануарлары: аю, борсық, кірпі, түлкі, бұғы, қасқыр. Қыста олардың қайсысын орманда кездестіруге болады? Жарайсың. Қасқыр, түлкі, бұғы. Олардың әрқайсысы немен қоректенеді? Түлкі өсімдік қалдықтарымен, майда жануарлармен қоректенеді. Мысалы, қоян, тышқан, тағы басқа. Қасқырды орман тазалықшысы деп атаймыз. Себебі өлекселермен, әлсіз жануарлармен қоректенеді. Ал бұғы болса, қар астындағы шөптермен қоректенеді. Суреттегі қай жануар үшін қыста азық табу қиын? Дұрыс, бұғы. Зерттейік. Жануарлар қысқа қандай азық жинайды? Оны қайда сақтайды? Мұқият ойлан. Олай болса, бейнеролигімізді тамашалаймыз. Олардың бір ерекше қасиеті бар. Және бұл қасиет адамдарға өте қажет. Бұл оқиға Америка құрама штаттарында болды. Гейб Авей атты азамат таңғы астан соң әдетінше жұмысына бармақшы болды. Бірақ ол машинасына отырып, оны оталдырмақшы болғанда, машина оталмай қойды. Ол машина сынды деп ойлады. Енді ызаланып көліктің капотын ашты. Сол кезде ол өз көзіне өзі сене алмады. Оның себебі капот толған кәдімгі жаңғақ болатын. Оның үйінің қасында бір топ қарапайым тиындар өмір сүретін. Осы тиындар салмағы 32 килограмм құрайтын жаңғақты бір күнде жинап тастапты. Өйткені капот жылы болатын. Ал тиындар болса өздеріне үй іздеп жүрген. Тиындардың өкінішіне қарай еңбектері зая кетті. Шығармашылық тапсырма: қысқы орман. Ұйқыға кететін жануарларды боя. Тексеріп көрейік.
Сен неше жануардың суретін боядың? Дұрыс. Борсық, аю, кірпілер қыста азық таба алмайды. Сондықтан олар қыста ұйқыға кетіп, көктемде оянады екен. Есте сақта, күзде жануарлар қысқа дайындалады. Қор жинайды, жылы жаққа қоныс аударады, ұйқыға кетеді. Сабақты қорытындылай келе, кері байланыс жасайық. Ұйықтап жатқан аю тапсырманы орындай алмады. Себебі ол сабақты түсінбеді. Ал түйін әлі де еңбектеніп жатыр. Ол тапсырманы орындауда аздап қиналды. Құстар тапсырманы орындай алды. Ал сен өзіңді қай жануарға теңеген болар едің? Жарайсыңдар, мен сендердің тапсырманы толық орындап, қыран құстай биікке самғайтындарыңа сенемін. Алдағы күндеріңе сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.